Тақырыпты жалғастырайық. Жоғарғы білім алу қолжетімді бола түспек. 2013 жылы елімізде мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі қолданысқа енгізілді. Содан бері бұл депозит бойынша 15 мыңнан астам адам есеп шот ашқан. Бүгінде 150-ге жуық салымшы жинаған ақшасының арқасында балаларын оқытып отыр. Әріптесіміз Айнұр Байжігіт жалғастырады. Вот это какая буква? Буква З. Зонт. Үш баланың анасы 26 жастағы Гаухар Жарылғасова перзенттерім болашақта лайықты білім алса дейді. Сондықтан тапқан табысының бір бөлігін қазірден жинап, білім беріп жинақтау салымын ашқан. Айтуынша 14% банк үстемақысынан бөлек, 7% мемлекеттің сыйақысы тағы бар. Ертеңгі күнің сенімді болсын десең, бүгіннен баста дейді. Келешекте бала грантқа түсе ме жоқ па, кім білет. Сондықтан ақшаны қазірден жинаған дұрыс деп ойлаймын. Білім және ғылым министрлігі қаржы орталығының президенті Рамазан Әлімқұловтың айтуынша, басқаларына қарағанда бұл депозиттің табысы едәуір жоғары. Мысалы, ай сайын шотқа 17 мың теңгеден салып тұрса, 5 жылда 1 миллион 700 мың теңгеге жуық қаражат жиналады. Оның ішінде өзіңіздің құйған ақшаңыз 1 миллион 20 мың теңге, ал 700 мың теңге бұл банк пен мемлекеттің сыйақысы. Осы жүйе бойынша жиналған қаражат келешекте осы жинап атқан балаға 30, я болмаса 40%-ға дейін оқу ақысын төлеуге қысқартуға мүмкіндік береді. Бала осы мектепті бітіріп оқуға түсетін кезінде грантқа түскен жағдайда сол жиналған ақшаның барлығы соның ішінде банктың сыйақысы мен мемлекеттің сыйлық ақысын барлығы қосымша балаға қайтарып береді. Жағымсыз экономикалық өзгерістер болса, депозиттің сыйақысы көбейтіледі. Мәселен, 2013 жылы осы салым бойынша банктың үстемақысы 8% болса, қазір ол 14-ке жеткен. Сонымен бірге әр салымшыға биыл күзде өтемақы төленбек. Білім беру жинақтау депозитін ашу оңай, бар жоғы 2 ғана құжат қажет. Бұл ата-ананың жеке куәлігі мен баланың туу туралы куәлігі. Мұнда депозитті еліміздегі 5 банкте ашуға болады. Бұл Халық банкі, Форта банк, Цесна банк, Нұрбанк және Казкоммерцбанк. Алдағы уақытта бұл банктердің қатары көбейе түспек. Ай сайын тапқан табысын жинауға шамасы келмейтін ата-аналар қайтеді. Елімізде қаржылық қиындыққа тап болған түлектерге студенттік білім беру гранты беріледі. Бұл несиенің артықшылығы ай сайын тек банктың алдында пайызын ғана төлеп тұрады оқуды оқып жүрген кезде. Негізгі сома оқуды бітіргеннен кейін 6 айдан кейін төленіп басталады. Бұл жеңілдетілген мерзім студентке берілетін, яғни әр жыл сайын ата-ана қаржыны қайдан аламыз деп қиналмайды. Бала өзі керек кезінде, керек семестріне банкке барып жүгініп, өзінің үлгерім туралы қағазына келіп, үлгерімін растап, біздің кепілдігімізді алып, сол несиені жыл сайын алып тұра алады. Несиенің тағы бір басым түсі, оны алу үшін кепілдікке мүлік қоюдың қажеті жоқ. Мамандардың айтуынша, бүгінгі таңда ең тиімді инвестиция қаржыны білімге жұмсау. Айнұр Байжігіт, Айжан Отызбаев, Қанат Абилдин, қорытынды жаңалықтар.